Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге тюльпан самсасының рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін бізге оның електен өткізілген болу керек, және де 1 қасық тұз, және де жаздық глицерин қосып аламыз. Және де 200 грамм сары майымызды үккіштен өткізіп, осылай ұнға араластырып үккіштен өткізіп алатын боламыз. Және де оның қолының көмегіменен барлығын араластырып бір келкі етіп аламыз. Осылай қолымыздың көмегіменен барлығын араластырып бір келкі масса болғанша бір келкі етіп аламыз. Және де оған бір жұмыртқамызды жағып саламыз. Дәл осы рецептпенен жасап көріңіздер, барлығыңызға ұнайды. Және де сметана, оның орнына айранды қолдансаңыздар да болады. Бұны жақсылап араластырып алатын боламыз. Өзі бір келкі майлы, сондай жұмсақ, сап-сары әдемі қамыр шығады. Қатпарлы қамырға қарағанда осы тюльпан самсасы майлы осы рецептпен жасасаңыздар, өте ерекше күшті болып шығатын болады. Және де осылай дайын қылып аламыз. Целлофанға салып, тоңазытқышқа 20-25 минутқа қойып қоямыз. Және осы арада начинкамыз дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тартылған ет қажет болады. Оның үстіне пиязымызды салып, ұсақтап туралған, және де асқабағымызды саламыз. Мұның орнына сіздер картопты қолдансаңыздар да болады. Мен асқабақты қолдандым. Және де тұз және бұрыш дәмдеуіштерімізді қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Өте тойымды болып шығатын. Және де қамырымыз дайын болды. Қамырымызды алып, барлығын бір келкі етіп, дөңгелектеп бөліп алатын боламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Мен алдағы уақытта неше түрлі дәмді рецепттерменен бөлісетін боламын. Және де осылай бөлінген қамырларымызды дөңгелектеп бір келкі етіп аламыз. Барлығын дайындап, осылай дөңгелектеп, жайып аламыз. Бір шетінен кесіп, начинкамызды салып, осы видеода көріп тұрғандарыңызда етіп, орап, астын жауып бекітіп аламыз. Және де барлығын осылай жасайтын боласыздар, видеодағыдай. Барлығын осылай жасап шығамыз. Достар, менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлығын описание бөлімінде қанша екендігі жазылып қалдырдым. Соған қарап жасасаңыздар болады. Барлығы осылай жасап шыққаннан кейін жұмыртқамызды жағып шығамыз. Бір келкі етіп жағып шығамыз. Және де бетіне күнжутымызды себеміз. Сосын пешімізді 280 градуста қыздырып қоямыз. Және де пешімізге жібереміз. Күнжутты не бәрі көбірек сепсеңіздер, әдемі болып шығады. Осылайша біздің тюльпан самсамыз дайын. Ас болсын. Достар, осы рецептпенен жасап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар.